Ассалаумағалейкум, менің онлайн тегін мастер-классыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 4 түрлі құрақты тігіп үйренеміз. Бірінші құрақ жебе құрағы, екінші құрағымыз Versace, үшінші құрағымыз тырна құрақ және төртінші құрағымыз құдық колодец деп аталынады. Бізге қажет заттар ең бірінші мата қажет, екінші сызғыш, қайшы, осындай хб маталары қажет астарына, және бізге бұрыш шығаратын осындай үшбұрыш линейка керек. Ал енді бірінші матаны кесуге дайындаймыз. Егер сіз жаңадан тігіп жүрсеңіз, осындай мата алыңыз. Астында дублерина бар. Бұның аты королевский барқыт деп аталынады. Егер матаңыз созылмалы болса, онда астында өзіңіз флизелин жабыстырып алыңыз. Матаны көлденең емес, ұзыннан кесеміз. Ұзындығын қалай білеміз? Қолмен сипап көреміз. Егер түгі жатыңқы, қаяғына қарай жатыңқы болады, сол жақ матаның ұзындығы болынады. Кері қарама қарсы неғылған кезде, қарама қарсы сипаған кезде қолыңызды кедіріп болып тиеді. Ең бірінші бізге осындай линейка керек. Ені 2,5 см, ұзындығы 50 см. Бұның 1 метрлігі де болады бұндай линейканың. Бұндай линейка жоқ болса, онда уайымдамай қойсаңыздар болады. Қолмен 2,5 см ұстап беруге болады. Ең бірінші біз матаны тегістеп аламыз, өйткені мата қисық кесіледі. Соны осындай бұрыш шығаратын линейкамен тегістеп түзілеп алуымыз керек. Осындай линейка міндетті түрде болу керек. Кез келген тігіншіде көрдіңіздер, мата қисық, осыны осылай тегістеп дұрыстап аламыз. Осылай сызамыз. Одан кейін осындай 2,5 сызғышпен полоскалар сызып шығамыз. Бұндай сызғыш жоқ болса, онда 2,5 см-ден өлшеп отырып сызсаңыздар болады. Негізі осындай сызғыш өте ыңғайлы, уақытты көп алмайды. Енді қайшымен қиып шығамыз. Қайшымен қиған кезде матаны былай көтеріп қиюға болмайды. Қайшыны столдан алмаймыз, тақап отырып осылай қиямыз. Көтермейміз матаны. Сол кезде тегіс әдемі түзу болып қиылады. Қайшының көбінесе ауыр түрін алуға тырысыңыздар. Темір, осындай ауыр темір, қымбаттау қайшы. Арзан пластмасс қайшылар оны ұзаққа бармайды, және де оны қиған кезде сапасы нашар. Міне өзімізге дайындап полоскалар қиып алдық. Ені 2,5 см, ұзындығы өз қалауыңыз бойынша. Әртүрлі матадан қиып алдық. Бізге осындай хб мата керек. Ені 20-20. 20-20. Енді осыны осылай бұрыштарын сызып, бір-біріне қосып сызып аламыз. Қазір бұл сызықтың не үшін қажет екенін сіздерге түсіндіретін боламын. Тігіс барысында көресіздер. Сосын центрін табамыз. 20-ның центрі 10. Плюс қып сызамыз. 10 см-дің ортасынан. Мына жағында тура солай 10 см-ден өлшеп алып, ол жағында сызып шығамыз. Міне осылай сызамыз. Матаны алғанда осыны таза хбысын алыңыздар. Бізге енді осыны 4 бұрыш мата керек. Ен көлемі 4-4 см. Ең бірінші бастағанда осы 4 бұрыштарымыз, көрдіңіз бе, сызған сызықтарымызға бұрыштары сай келу керек. Енді 0,5 см-мен қазір 4 бұрышымызды бірінші матаға бекітіп тігіп аламыз. Түгін төмен қаратып, қолмен сыз ұстап отырып, түгін төмен қаратып 0,5 см дегеніміз, ол лапканың шеті мен иненің дәл ортасы 0,5 см болынады. Осылай бір рет тігіп аламыз. Сіздерге сіз нені жіпті қимай өріп отыру әдісін көрсететін боламын. Жіпті қимаймыз, артқа қарай басып, мәреге келіп тоқтаймыз. Екінші бізде қызыл матаны түгін төмен қаратамыз да. Қазір оны да тігеміз. Қазір қараңыздар, 0,5 см тігіске қалдырамыз. Егерден көз мөлшермен өлшей алмасаңыздар, бормен сызып алсаңыздар болады. 0,5 см қалдырып, содан қалған бөлігін қақ ортасынан бөлемізді. Анау біздің сызған сызығымызға сай келу керек, дәл ортасына тұру керек. Міне, көрдіңіздер ме? Көз мөлшермен бәрін қадағалаймыз. Дұрыс тұрма, маталарыңыз құрақ сәл қисық кетсе, бүкіл құрағыңыз қисық болады. Жеткізбей кішкене қалдырамыз.
Анлай матаны қайырып тұрып қию керек. Осылай закрепка береміз. Сөйтіп артқа қарай жүріп мәреге келіп тоқтаймыз. Инені қадап айналдырамыз. Инені матадан суырмаймыз. Қолмен осылай қатты басып үтіктейміз. Тағы да төмен қаратып, түгін төмен қаратып қолмен ұстап көреміз де, енді екінші бөлігіне көшеміз. Бұл құрақ колодец деп аталынады. Егерде мына осылай белгілеп алсаңыздар да болады. Көз мөлшермен тіге алмайтын болсаңыздар, осылай қолмен белгілеп алыңыздар. Бәрін қадағалаңыздар жақсылап. Екі ара қашықтық бәрі бірдей болу керек. Жетпей тұрып қиып аламыз. Закрепка береміз. Артқа жылжып, мәреге барып тұрамыз. Инені матадан суырмаймыз да, лапканы көтеріп матамызды айналдырамыз. Қолмен түктеп басамыз. Тағы да түгін төмен қарат сипап. Енді үшінші бөлігін құраймыз. Мына тура осылай сызып белгілеп алыңыздар. Көрдіңіздер ме? Ортасындағы сызғым жаңағы астыңғы матаның сызғанымен дәл келіп тұр. Құрақ тіккенде асықпаңыздар. Құрақ тігу әшін тіге салу емес, оның бәрі кәдімгі математика, есеп. Әр бөлігі бір-біріне сай келу керек. Енді мына төртінші жағын тігеміз. Бұл да тура солай. Көрдіңіздер ме? Дәл барлық жағын қадағалап қараймыз. 0,5 сантиметр тігіске кетеді обязательно. Закрепка береміз. Артқа мәреге барып тұрамыз. Инені қадап, лапканы көтеріп, матаны айналдырамыз. Екінші жасылды түгін төмен қаратып тігеміз. Қолмен ұстап білуге болады. Түгінің төмен қарап тұрған. Енді жасылды қоямыз. Ара қашықтық бәрін қадағалаймыз. Көз мөлшермен қисық болып тұрма, дәл кеп тұрма. 0,5 сантиметр көрдіңіз бе? Лапканың шетімен игненің қақ ортасы 0,5 сантиметр. Лапканың шеті матаның шетімен жүріп керек. Сол кезде құрағыңыз тегіс болады, тігісіңіз де тегіс болады. Закрепка беріп, тағы да мәреге барып тоқтаймыз. Игнені көтермейміз. Ине матада тұру керек, және лапканы көтеріп матаны айналдырамыз. Екінші тағы да жасыл бөлігін тура солай алып тігеміз. Негізі өріп тігу әдісі, бұл деген матасы бұдан сетінеп кетпейді. Өйткені көрпені сіз 1-2 апта қолданып, немесе 1 ай қолданатын зат емес, оны 1 жыл қолдануыңыз мүмкін. Жуған кезде, отырған кезде сетінеп кетпейді. Сондықтан матаны қимай осылай өріп тігу әдісін қолданыңыздар. Солай әдетке айналдырыңыздар. Кез келген құраған құрақтарыңызды өріп тігіңіздер. Осылай мәреге барып тоқтаймыз. Қолымызбен үтіктейміз, бұлай басып, матаны қатты қолымызбен үтіктеп басамыз. Бәрін қадағалаңыздар. Мына шиырған екі жағында да қалай мата тегіс тұрма, қисайып кеткен жоқ па. Бәрін қадағалап, көз мөлшермен қарап отырамыз. Асығыс үсігіс тие салмаңыздар. Бір құрақтың өзін 1 сағат құрасаңыздар да асықпай тегіс құрауға тұрсыңыздар. Түзу құрауға. Ендігі кезек қызыл құрақ. Рет-ретмен бірінші жасыл, қызыл, енді қызылға көшті. Бұл құрақтың аты колодец деп аталынады. Құдық қазақша. Ең оңай құрақ, ши құрақтың. Қиып аламыз. Әрі біткеннен кейін закрепка беруді ұмытпаймыз. Тағы да артқа жүріп, мәреге келіп тоқтаймыз. Инемнің жіп бітіп қапты астыңғы. Міне осылай кете береміз. Енді ең соңғы этабына келдік. Қазір жасылды жүргіземіз енді. Бұл құрақ шатаспайсыздар, ең оңай, сондықтан емес, егерден шатасып ұмыт қалам деп жатсаңыздар,
дәптер алып, арнай құрақтар осылай бірінші, екінші деп сызып, жасыл, қызыл қылып карандаштармен бояп алсаңыздар болады, бояп қойсаңыздар. Мен сіздерге көрсететін боламын, қалай бояу керек екенін, суретін қалай салу керек екенін көрсетіп жіберемін чатқа. Закрепка береміз. Соңғы жатап енді мәреге келмейді, енді өтіп кетеміз. Көрдіңіз, құрағымыз түзу шықты. Егерден қисық болса, шеттері анау жетпей қалады, асып кетеді, анау астыңғы матамыздан асып кетеді, немесе жетпей қалады құрақтарымыз қисық болып шықса. Қисық болып жатса, басында қисық кетсе, онда міндетті түрде ерінбей сөгуге тырысыңыздар, өйткені бір жері қисық кетті ме, бітті, бүкіл құрағыңыз қисайып кетеді. Сондықтан ерінбей сөгіңіздер. Құрақ құрау деген былай көзге көрінгенде оңай көрінеді, бірақ бұл өте үлкен жұмыс, математика. Құрақты қалай болса солай құрамау керек, барлық жағынан қадағалап, сантиметрге сай кеп, көз мөлшерінен жан-жағын бәрін өлшеп қадағалап отыру керек тігіп отқан кезде. Түгін төмен қаратуды ұмытпаймыз. Әр тіккен сайын матаның түгін төмен қаратып отырамыз. Бірінші инені қойып алып, сарт еткізіп теге салмау керек. Бірінші инені матаға қадап алып, барып педальді басу керек. Міне соңғы етап бітті. Енді шет-шетін жіңішке бір 2 миллиметрмен тігіп шығамыз. 2 миллиметрмен осылай тігіп шығамыз шет-шетін. Құрақ біткеннен кейін асты жағынан үтіктесеңіздер болады. Теп-тегіс сөгуде құрақтарыңыз түп-түзу теп-тегіс болып шығады. Мен өзім солай сөйтемін. Құрақ құраған кезде барлығын бітіргеннен кейін үтіктеп аламын астынан. Мына бітті. Енді артық жіптерін, артық маталарын қайшымен қиып тастаймыз. Менің құрағым түзу шықты, артық мата артылған жоқ. Егерден құрағым түзу болса, осындай түп-түзу артық мата қалмайтын болады. Мына құдық деген колодец құрағымыз дайын. Линейкамен өлшеңіздер, міне 20-да 20, тура шықты 20-да 20. Түзу шықса, тура 20-да 20 шығу керек.